Облыстық тілдер дамыту басқармасы мен тілдерді оқыту орталығы ұйымдастырып отырған шара маңызды. Синхронды аударма жасай алатын мамандардың біліктілігін арттыру мен олардың алған білімдерін тәжірибе жүзінде бағамдауды көздейді. Мемлекеттік қызметтен, бюджеттік сала қызметкерлерінің арасынан тілдік әлеуеті жоғары, сөз саптаулары дұрыс, сөздері анық, жалпы аударма саласына бейім мамандарды жинадық. Сөйтіп 10 аудармашы қазір өздерінің білімдерін жалғастыруда. Ілеспе аудармашылар өңірде көп емес, сондықтан да олардың білімін арттырып, тәжірибесін шыңдау жүйелі жүргізілуі қажет. Курстан өтушілер қажетті құрылғылар мен оқу әдістемелік құралдармен қамтылды. Алматыдан келген оқытушылар дәріс беріп жатыр. Біздің қатысушыларымыз жұмыстың түрлі жағдайларын жасап, қазіргі өзекті мәселелерге цифрлық Қазақстан, инвестиция тарту, бизнесті жүргізу және қауіпсіздік жағдайларына байланысты түрлі салаларда инвестициялық тақырыптың маңыздылығына мән беріп, ілеспе аудармаға машықтануда. Аудармашылардың дені әртүрлі мемлекеттік мекемелерде қызмет істейтін өкілдер. Оқыту курсы 5 күнге созылады. Дәріс алған мамандарды алдағы уақытта жергілікті, ұлттық және халықаралық деңгейде өткізілетін ресми жиындарға тарту көзделіп отыр. Семинар соңында қатысушылардың алған білімдері Ақтөбе менің гүлденген қалам атты дөңгелек үстел барысында анықталатын болады. Ал алыс жақын шетелдермен байланыс орнатылып жатқан Ақтөбе өңірі кәсіби аудармашылар тобын қалыптастыру мәселесіне ерекше көңіл бөлуде. Әнуарбек Мырзатайұлы, Ақтөбе телеарнасы.